Әлем көрінетін және көрінбейтін мыңдаған жолдармен өзара тығыз байланысқан. Әр жыл сайын күзде осы бағыттар бойынша миллиондаған құстар қысы қатал Сібірден аязды қыс күндерін өткізуге жылы құрлық Африкаға, Кіші Азияға немесе Үндістанға бағыт алады. Ал көктем шығысымен қанатты жаһангездер қайтадан өз отандарына оралады. Осылайша жылдан жылға, ғасырдан ғасырға, мыңжылдықтан мыңжылдыққа жалғасып келеді. Жер беті адам танығысыз жаңа келбетке ие болуда, өркениет және халықтар өзгеруде, тек ұлы құс жолы ғана өзгеріссіз сол қалпында. Алайда осы бір мәңгілік көшпенділіктің өз құпиясы бар. Ол адамның санасына, ойына бағынбайды. Құстар қайда ұшып барады? Олар кеңістікте бір бағытты қайтып ұстайды. Өздері ғасырлар бұрын салған сара жолдары бойынша қыстайтын жерлері туралы ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа қалай мирас етіп келеді? Құстардың қоныс аударудағы ең ірі бағыттарының бірі Тянь-Шанның солтүстік бөктері бойымен өтеді. Бір кереметтігі, ол ұлы жібек жолымен сәйкес тұспа-тұс келеді екен. Құстардың негізгі легі Алтай мен Тянь-Шан тау жүйелерінің бойымен Каспий теңізі арқылы одан әрі Азия және Африка бойымен жылжиды. Сол жерден өзен сағақтары секілді тармақталып құстар легі оңтүстікке, Үндістанға қарай және басқа бағыттарға ағылады. Соған қарап, құстардың жылжу жолдарында диспетчерлік бекеттер бар деген тұспал жасауға болады. Жан-жаққа тарай бөлінулер осы жерден бастау алады. Сондай маңызға ие жерлердің бірі Алакөл. Ол орталық Азияның шексіз де шетсіз айдынына көшпенді құстарды алыстан қол бұлғап шақырып, қасқайып тұратын қастерлі мұнара бағдаршам секілді. Ұзақ сапардан шаршап, қажыған құстың көптеген үйірлері көлдерге қонақтап жандары жай тауып, көптен күткен тыныштыққа және мол тамаққа кенеледі. Тынығып алған соң, құс топтары тағы да көк аспанға шарықтай көтеріліп, бірі батысқа, енді бірі оңтүстікке бет алады. Қазақстан халықаралық маңызы бар сулы батпақты жерлермен атақты. Маусымдық ұшып қону кезінде бұл жерге 350-ден астам құстың түрлері ұя салады. Әрбір жарты жыл сайын миллиондаған құс біздің республикамызға қоныс аударады. Қазақстан аумағындағы осындай ерекше көрікті батпақты жерлердің бірі Алакөл, Сасықкөл көл жүйелері болып саналады. Бұл жерге қоныс аударатын, ұя салатын, қыстайтын су және су маңайын мекен ететін, соның ішінде жабайы құстардың көптеген түрлері бар. Оларды бұл өңірге тартып тұратын не нәрсе? Бұл территорияның бірегейлігі Алакөл, Сасықкөл өзендер жүйелерінің бір-біріне бітесіп өрілуінде, әртүрлі табиғи кешендермен етене жақын орналасуында, әртүрлі экологиялық жүйелермен көрші жатуында. Дала ландшафтары, шөл, құмды шөл, қиыршықты шөл бөліктерінің бір-бірімен арақашықтығы санаулы шақырымды құрайды. Ал өзен жүйелері болса, тау тізбектеріне тым жақын жатыр. Ол осында мекен етушілер және қоныстанған жануарларға қолайлы жағдай туғызады. Суы тұщы Сасықкөлдің тұзды Алакөлмен бір бойлықта қатар орналасуы осының айғағы. Осындай өрнекті, сонымен қатар тіршілік етуге жан-жақты мүмкіндіктер жасалған бірін-бірі толықтыратын көлге әртүрлі жануарлар қоныс тепкен. Олардың арасында сирек кездесетін, ерекше қорғауға алынған, табиғатта біздің елімізден басқа жерде кездеспейтін көптеген түрлері бар. Алакөл шұңқыры Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігіндегі Жоңғар Алатауы және Тарбағатай тау жүйелерінің ортасына орналасқан. Көлдің аумағы шамамен 10.000 шаршы шақырым. Екі тау арасындағы өткелді Жоңғар қақпасы деп атайды. Осы өткел арқылы ертеректе орталық Азияда үлкен стратегиялық маңызға ие болған ұлы жібек жолы өткен. Қытайлықтар ежелгі карталарында оны Хинлас, жердің есігі деп белгілеген. Саяхатшылар жанды қалжырататын өткелдерден кейін Алакөлдің жағасында тынығу жанды рахатқа бөлейді дейді. Керуеншілер оның суларының керемет емдік қасиеті барлығын айтқан. Өйткені Алакөлдің суы кішігірім жараларды және дененің кесілген жерлерінің тез жазылуына ықпал еткен.
Алакөл маңынан табылған ежелгі қорғандар, жартастағы суреттер адамдардың бұл жерде өте ерте кезде мекен еткендігін дәлелдейді. Осы жерде 1857 жылғы қыркүйек айында болған орыстың атақты саяхатшысы әрі зерттеушісі Семенов Тянь-Шанский былай деп жазған: біздің кезімізде Алакөлдің өзен бассейні басты екі өзеннен тұрды, шығыс және батыс. Оларды батпақты мойнақ қана бөліп тұр. Көлдің ені 20 шақырымды құрайтын оның кей жерлері қалың қамысты болып келетін, және ағын сумен қосылатын шағын қолтықтары көп кездеседі екен. Бұл жерді көптеген жануарлар мен құстар мекен етеді. Тағы бір орыс саяхатшысы Обручев осы өңірде қожалық ететін атақты ебі желін былайша сипаттады: тұрғылықты халықтың айтуына қарағанда, желдің күші соншалықты, ол кіші қиыршық тастарды ұршықша үйіреді. Ебі желіне қарсы жүру тіпті мүмкін емес. Тіпті жергілікті халықтың үйінің төбелерін, ұсақ малдарды көлге шұрып әкеткен оқиғалардың кездескендігін зерттеуші таңдана жазады. Ебі желі Қытай мен шекаралас аймақта Жоңғар қақпасы арқылы өтіп, Ебі Нұр шөлі жазығынан басталады. Оның жойқын күші өз жолында кездескеннің барлығын қиратып өтеді. Алакөл өзенінде Ебі желі көтерілгенде, оның соңы күшті дауылға айналып, судағы толқынның биіктігі 4-5 метрге жетеді екен. Ол әсіресе аралдар мен құм жалдарына ұя салатын құстар үшін аса қауіпті. Ебі желі соққанда Алакөл шұңқырында шаңды бұрқасын болады. Балқаш жағынан солтүстік батыстан жел тұрақты соғады. Ол сайқан деп аталады. Екі жел бір-бірін кезек алмастыра отырып, Алакөлде жыл 12 ай соғады. Жоңғар қақпасы орталық Азиядағы аэродинамикалық құбыр, немесе жел белдігі ретінде ежелден белгілі. Алакөл шұңқырының ауа райы құрлықтық, атап айтқанда, жазы құрғақ, қысы суық, қары аз, желді болып келеді. Ауа райының осындай айырмашылығы Алакөл ауданын жеке климаттық аудан ретінде ерекшелендіреді. Қысы жаңбырлы жылы болады. Содан кейін ол қарға ұласып, күн суытады. Соның салдарынан көктайғақ болып ағаштар үсіп, көптеген жануарлар қырылады. Мұндай жұт әсіресе Жетісу өңіріндегі қырғауылдарды қырады. Осындай қатал қыс кездерінде Алакөл шұңқырында олардың толық қырылып қалғандығы туралы деректер бар. Қырғауылдар өзендердің тоғайлы жерлерін мекен етеді. Шомырт, шырғанақ секілді тағы басқа өсімдіктердің жемістерімен қоректенеді. Қары аз далалық жерлерде және жол бойларында қыс айларында сұр құрларды жиі көруге болады. Көл жағалауында Алакөлдің ең ірі жыртқыш құсы бүркіт тұқымдас құйрығы ақ суқара құс қыстайды. Алакөлдің қысы өте кәрлі болып келеді. Жер қалың қарға оранған, ал көлдер мұз құрсауында жатады. Мұндай кезде кеудесінде жаны бар тіршілік иесінің барлығы көл жағасындағы қамысқа тығылып жан сақтайды. Адам аяғы жетпейтін, мал тұмсығы батпайтын жерлерге жабайы шошқалар тығылады. Орман шаруашылығының күзетшісі өзінің қыстауына жақын жерден жабайы шошқаның апанын көрсетті. Оның айтуынша, қамыс жәннатының қожайыны күндіз осы жерде жатады да, түнде тамақ іздеуге шығады. Ерте мен таңырауанда батқан кезде қар бетінен көптеген іздерді кездестіресіз. Мысалы, мына жерден тышқан іздеген, кішкентай дала түлкісі қарсақ жүгіріп өткен. Ал өзеннің мына бір мұз қатқан тұсында толай қоянның ізі сайрап жатыр. Өзен жағалауындағы ащы тал бұталарын талшық етіп, шым-шытырық іздерін қалдырып, көрші тоғайға жасырынған. Соңғы жылдары жағалау табиғатына төнген үлкен апаттың бірі өрттің жиілеуі. Күзде қалың қамысты алқаптар түгелдей өртеніп кеткен. Кейде өрт зардабының аумағы орасан болады. Тілсіз жау қорғауға алынған шұрайлы жерлерді де аямайды. Өрт жайылған аймақтың бәрі жалын құшағында қалады. Өрттің жара салған орындарын қыста қар жасырады. Дегенмен табиғат тіршілік ету үшін күресуден бір шаршамайды. Тіпті мына қурап қалған теректің тамырларына жан бітіпті. Жақында бүршік жарып, жас өскіндер пайда болады. Осылайша өмір жалғаса береді.
Желтоқсан қаңтар айларында орын алған жиі аяздарға қарамастан, көптеген өзендер сағақтарына, кішкентай өзеншелерге және каналдарға мұз қатпайды. Сондықтан суда жүзетін, су маңайын мекен ететін көптеген құстар оның жағасында қыс күндерін өткізеді. Үйректерден жыл сайын жабайы үйректер, көгалай үйрек қыстайды. Сұңқылдақ, шиқылдақ аққулардың кейбір жұптары, көк құтандар және үлкен ақ құтандар, кейде қаздар қыстауға қалады. Таудың ағысы қатты буырқанған өзендері маңайды өзінің әдемі сыңғырына бөлеп, мұздай суға сүңгіп, тамақтарын тауып, шүйкілдесе сүңгуір алакөз өмір сүреді. Ғалымдардың айтуына қарағанда қыс айларында Алакөл шұңқырында жалпы құстардың 116 түрі қыстайды екен. Олардың көпшілігі әрине ағаш тал өскіндері мекендейтін торғай тектес құстар, атап айтқанда мұртты және құйрықтары ұзын сары шымшықтар, сайрайтын орман құс шымшықтары, қарабасты балапандар, қара және қара тамақ барқылдақ торғай, тағы басқа көптеген түрлері бар. Наурыздың ортасында жылы жақтан көктем құстары ұшып келе бастайды. Ол бір толғанысты сәт. Қытайдың жоңғар шөлінен Қазақстанның ұлан-ғайыр даласына асыққан көктемнің алғашқы хабаршылары қылғанат убақ қарабауыр бұлдырық. Содан кейін қылқұйрық және тағы басқа үйрек түрлерінің мыңдаған үйірлері бізге қарай бағыт алады. Сұрғаздар, аққулар, бұйра және қызғылт бір қазан ұшып келеді. Бұл кезең осында ұшып келген суда жүзетін және су маңайын мекен ететін 100 мыңдаған құстар үшін Алакөл, Сасықкөл өзен жүйелеріндегі көптеген су қоймаларының маңызы зор. Өмірдің осы бір мәңгілік жолы бойымен жылжитын мыңдаған әуе саяхатшыларын Алакөл әрдайым қонақжайлықпен қабылдайды. Бұл ұлы табиғаттың берген сыйы емес пе? Алыс сапарларға шығарып салады және күтіп алады. Ол ешкімнің пешенесіне бұйырмаған бақыт қой. Жылылық түскеннен кейін құстар солтүстікке қарай бағыт алады. Ал олардың орнына басқа құстардың үйірлері ұшып келеді. Бұл үрдіс Алакөлде аптапты ыстық басталғанша жалғасады. Ұя салу құстар өміріндегі ең бір жауапты кезең. Оларға ұя салған кезде тылсым тыныштық қажет. Алакөл қорығының маңызы осында. Өйткені Тентек атырауының сулы батпақты жерлерін мекен етушілер санын сақтау мақсатында арнайы Алакөл қорығы ұйымдастырылды. Көптеген ағын сулар мен өзендер жағасындағы қамыс алқаптары суда жүзетін және жағалау құстарының ұя салатын таптырмас орны болып табылады. Олардың арасында қызыл кітапқа енгендері де бар. Тағы бір керемет жер Алакөлдің тасты аралдары. Бұл жер шағалай үйірлерінің жаппай ұя салатын орны. Аралдардың біріндегі тас жартастарда қоныстанған негізгі үйірде өзен және шағала тәріздес құстар, қарабас шағала, мойнақ шағала, күлегеш шағала, дала қарақасы кездеседі. Осында үлкен су құзғынының және бұйра бір қазанның көптеген ұяларын көруге болады. Құстардың ұя салуы негізінен сәуірден шілдеге дейін созылады. Мамыр айының басында бір қазандар мен су құзғындарының ұясында балапандар пайда болады. Ал Алакөл аралдарында маусымның басында ғана өзен және шағала тәріздес құстар өздерінің үйірлерін түзіп, жұмыртқа сала бастайды. Маусым айында өзен және сүңгуір үйректері түлейді. Сұр аталық үйректер, қызыл тұмсық және қызылбас сүңгуірлер аналықтарын тастап, ұя салумен айналысады. Мыңдаған үйірлерге топтасып, Алакөлге көшеді. Осы жерде сұрқаздар және ысылдауық аққулар түлей бастайды.
Алакөл тұзды, ешқайда ақпайтын, солтүстіктен батысқа, оңтүстіктен шығысқа созылып жатқан көл. Алакөлдің ұзындығы 104 шақырым, көлдің ені 52 шақырым, жағалауының ұзындығы 384 шақырым, тереңдігі 54 метр. Көлдің орталық бөлігінде тасты 3 арал бар. Олар үлкен арал төбе, ортаңғы және кішкене арал төбе. Жаздың ортасында Алакөлді тундраның тұрғындары болып саналатын құстардың көптеген түрлері басып өтеді. Алакөл Сасықкөл көлдер жүйесі аумағынан қызыл кітапқа енген құстардың 38 түрін кездестіруге болады. Олардың 22 түрі осы жерде ұя салады. Ол бұйра және қызғылт бірқазандар, жалбағай қара дегелек, сұңқылдақ аққу, дала бүркіті, сұр тырна, мойнақ шағала және тағы басқалары. Қазіргі таңда аз ғана аумақта қорғауды қажет ететін осыншама құстың түрі ұя салатын Қазақстанда мұндай жерлер санаулы ғана. Алакөлдегі көлдердің сулы батпақты жерлерінің халықаралық маңызы зор Рамсар тізіміне енуі тегін болмаса керек. Мың 1968 жылы маусымда Қазақ ССР ғылым академиясының зоология институтының орнитологтары тұңғыш рет Алакөлдің аралдарын орнитологиялық жағынан тексеріп, ортаңғы аралдан шағалалардың жаппай ұя салғандығын анықтаған. Олардың арасынан Қазақстан фаунасы үшін үлкен жаңалық мойнақты шағала түрін кездестірген. Әлемнің көптеген ғалымдар үшін күні бүгінге дейін шағаланың осындай түрінің сақталып қалғандығы жұмбақ болып келген. Сондықтан да оның Қазақстандағы Алакөлді мекен етуі сенсациялық жаңалық болды. Мойнақты шағала халықаралық қызыл кітапқа енген құстардың бірі. Өзінің бүкіл ғұмырын мойнақты шағала түрін зерттеуге арнаған Қазақстанның орнитолог ғалымдарының бірі Ернар Мұхтарұлы Әуезов. Моңғолия мен Қытайдың тұзды суларын мекен ететін бұл құсқа алғашқылардың бірі болып сипаттама берген ғалым. Алакөл аралында ол керемет құстардың үйірін сақтау үшін ұйымдастырылған дүние жүзіне танымал мойнақты шағала зоологиялық қорығы 20 жылға жақын уақыт жұмыс істеді. Мойнақты шағалаларды сақтау үрдісін содан кейін 1998 жылы құрылған Алакөл мемлекеттік табиғат қорығы қабылдап алды. Ал мойнақты шағалалар мекен ететін ортаңғы деп аталатын кішкене тасты арал жаңа қорықтың ерекше мақтанышына айналды. Мойнақты шағалалардың бірегей үйірлерінің тағдыры мейірімді, қамқор адамдардың қолында. Өткен ғасырдың 70-80 жылдарында аралда осы құстың 1200 жұбы ұя салған екен. Ал 90 жылдары оның саны азая бастады да, аралда санаулы жұптар ғана қалады. Тек 2001 жылы 40 жұп қоныстанып, олар 120 балапан шығарды. Одан кейінгі жылдары шағалалар аралға ұшып келгені болмаса, ұя салмаған. Бір қуаныштысы, 2008 жылы тағы да 5 жұп келді. Бұл аймақта биологиялық алуан түрлілік орын алғандықтан және жануарлар әлемін қорғау өте өзекті мәселе. Оны аймақ экономикасының үрдіс дамуымен байланыстыруға болады. Техногендік факторларды әсер етеді. Энергетикалық мұнай қорларын іздестіру, Қазақстаннан Қытайға салынып жатқан мұнай құбырларының төселуі, осының барлығы аймақтық биологиялық алуан түрлілікке кері әсер етеді. Тағы бір мысал, Алакөлдің жағасында туризмнің, жазғы демалыстың үрдіс дамуы. Соңғы жылдары ол тіпті қарқындап, қарыштап өсіп кетті. Мына тақтайшада орын бар деп жазылған. Осылайша демалушыларды андайдан айғайлап шақырып тұрады. Көлдің жағасында қонақ үйлер қатары көбейген сайын, құстар бұл аймақтан алыстай беретіндігін